Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Баққожа Мұқайдың Өмірзая романының 9-шы тарауы. Сабақта жүзеге асырылатын оқу мақсаты шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтау. Жазушы Мұхтар Мағауин Баққожа Мұқайдың Өмірзая романы осы құлдық сана, рухтың жаншылуы турасында. Қазіргі қазақ әдебиетіндегі жаңа серпін, соны құбылыстар дер едік дейді. Оқушылар, қазір ауған соғысы туралы түсірілген бейне түсірілімге назар аударайық. 1979 жылы ауған мемлекетінің басшылығының сұрауымен КСРО билігі Ауғанстанға өз әскерін енгізді. Онысын бауырлас халыққа көмектеп қарастырды. Ауғанстандағы 1978 жылғы сәуір төңкерісі нәтижесінде билікке келген үкіметті қолдап, көршілес елдің социалистік бағытпен дамуын көздеп, интернационалдық әскери жәрдем береміз деді. Осылайша 1979 жылы 27 желтоқсанында КСР әскерлері Ауғанстан шекарасына өтіп, онда 1989 жылдың 15 ақпанына дейін соғыс қимылдарын жүргізді. ақш тарапы болса жергілікті билікке қарсы саяси күштерді қолдап, қаруландырып отырды. 10 жылға созылған бұл соғысқа КСР мемлекетінің әскері қатарында болған талай жас жігіттер қатысты. Көптеген жас өмірлер қыршыннан қиылды. Олар интернационалдық борышымызды орындауға бардық деп сенді. Жан аямай соғысты. Талай рет өліммен бет. 1989 жылы 8 қазақстандық қаза тапты. 1989 жылы ақпан айында КСР әскері Ауғанстан жерінен шықты. Қазақстаннан барған жігіттер елім деген ержүрек бабалары Алпамыс, Қобыланды, Кенесары, Наурызбай сынды бабаларының ұрпағы екен ешқашанда есінен шығарған емес. Өздерін солардың ұрпағы сезінген олар шайқас даласында ерен ерліктері көрсете білді. Мысалы, Бақытжан Моминовтың ерлігі өз қаруластарына қазақ ұлтын танытты. Тау шатқалы, жан жақтан көрінбесе де моджахеттердің қарап тұрған сезіледі. Өбеткен желді жоқ. Шөптің басы қимылсыз. Тау арасымен жыланша иірілген жіңішке жолмен автоколона келеді. Бұл көліктерде дәрі, киім, қару-жарақ тиелген еді. Дұшмандардың басты мақсаты да осы автоколонаны жою еді. Миналарға жарылмас үшін жүргізушілер автомашиналарын жай жүргізіп келеді. Қазақ жігіттері Ауғанстанда басқа ұлт өкілдеріне үлгі болып талай ерлік жасады. Олардың қаруы автомат пен граната болатын. Сарбаздар суыққа да ыстыққа да шыдауына тура келді. Білмейтін жердің ой шұқыры көп дейді халық. Ауғанстан табиғаты басқа еледі. Қандай жағдай болса да, қазақ жауынгерлері туған елі, туыстарын естен шығарған емес. 1989 жылы КСР әскері Ауғанстаннан шықты. Соғыс ең ауыр қасірет. Адамзат соғысқа қарсы. Бірақ белгісіз күштер әлемде соғыс отын өшірмеуге барлық күшін салуда. Олар ештеңеден де тайынбайды. Әлем халықтары бұған тосқауыл қою керек. Қазақстан бейбіт мемлекет. Қазақстан барлық елдермен бейбіт саясат ұстанады. Жаулардан қарсы келген жасқанбаған, жасаған ерлігіне мастанбаған, ұрпаққа өмір жолы өнеге боп, тарихта ардагерлер асқанбаған. Қазақстан бейбіт мемлекет. Қазақстан барлық елдермен бейбіт саясат ұстанады. Жаулардан қарсы келген жасқанбаған, жасаған ерлігіне мастанбаған, ұрпаққа өмір жолы өнеге боп, тарихта ардагерлер асқанбаған. Бүгін танысқалы отырған 9-шы тарауда ауған соғысында болған Асылхан сынды қазақ жастарының ауыр тағдырлары суреттеледі. Қаршадайынан бейнет көріп өскен Асылхан жау оғының ортасында жүрсе де бір сыр алдырған емес. Алайда біз не үшін, кім үшін соғысып жүрміз деген сұрақтар маза бермейтін. Бұл сұрақ оны елге оралғаннан кейін де мазалады. Сол үшін де ол партия басшыларынан қысым көрді. Асылханның әкесі Мұхасан қария сол кездегі партия басшыларының ақылы азық, сөзі сусын деген түсінікпен
ғұмыр кешкен жан. Асылхан әкенің де таяғын талай жеді. Аудандық партия ұйымының басшылары оны қорқытқанымен Асылхан ыға қоймады. Басы әуреге салынған Асылхан ешкіммен ақылдаспай Алматыға кетті. Тарау мазмұнын түсінген болсақ балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету үшін тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма. Әке мен баланың мақсат мүддесін, өмірлік ұстанымын, өздері өмір сүрген қоғаммен байланысын талдау. Дескрипторлері кейіпкердің өмірлік ұстанымы мен қоғамға көзқарасын анықтайды. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, мен ұсынған нұсқамен жауаптарыңызды салыстырып көре қойыңыздар. Асылхан, өмірлік ұстанымы: өтіріктің балын жалап тірі жүргенше, шындықтың уын ұшып өлген артық. Қоғамға көзқарасы: қоғамның көлеңкелі тұстарына көңілі толмайды. Мұсахан қария, өмірлік ұстанымы: партия басшысының ақылы азық, сөзі сусын. Қоғамға көзқарасы: кеңес үкіметіне қарсы шығу сүйекке таңба салғанмен бірдей. Екінші тапсырма. Бөлімде көтерілген мәселенің өзектілігіне талдау жасау, авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтау. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, өткен сабағымызға кері байланыс орнатайық. Алдарыңыздағы параққа бүгінгі сабақтан түсінгендеріңді, түсінбегендеріңді, жартылай түсінгендеріңізді жаза қойыңыздар. Үйге тапсырма. Талай тағдырды жалмаған ауған соғысының ақиқатын ашып, ауған, сөнген шоқ, өшкен арман тақырыбында таныстырылым дайындау.